Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының өнер ұжымы 14-ші маусымның шымылдығын жапты. Соңғы қойылым Ғабит Мүсіреповтың «Қыз жібек» пьесасы. Трагедияны тамашалауға келген жұрттың да қатары қалың. Өнер ұжымының болашақтағы жоспарын әріптесім Біржан Қошбаев біліп қайтты. «Қыз жібек» жыры пәк махаббат пен шынайы сезімнің нышаны. Бұл пьеса қазақ драматургиясының алтын қорындағы кесек туынды. Ғабеңнің шығармасын жұрт кинодан да көрген. Бірақ өнерсүйер қауым үшін театр сахнасы өз алдына ерекше. Трагедияның мазмұны өте тартымды. Қыз жібектің сұлулығына сол кезде көп жігіт ғашық болған. Бірақ қыз жүрегі тек төлеген деп соғады. Қыз жібекке қарақшы жігіт Бекежан да кетәрі емес еді. Соңында қос ғашықтың сүйіспеншілігі өліммен аяқталады. Бұл өте аянышты оқиға. Бірақ басты рөлдерді сомдаушы Самал Ташимова мен Дулат Ташкен өздеріне берілген тапсырманы жақсы орындап шықты. Бұл роль әрине оңай болған жоқ. Көптеген жұмыстар жасалды. Психологиялық, жалпы физикалық сахнада көп жұмыстар жасалды. Жалпы мен ғана емес, барлық актерлар өте жақсы атсалысты. Төлегеннің рөлін жас актер өнер колледжінің студенті Дулат Ташкенге берілген. Бұл рөлді алғаныма қуаныштым, түскеніме, осы рөлді ойнағаныма мен оңайлықпен келген жоқ. Қанша маңдайдан тер ақты, түн ұйықтамай, күн ұйықтамай дейміз. Сол әйтеуір халықтың көңілінен шықтық деп ойлаймыз. Трагедияны тамашалауға келген жұрттың қатары қалың. Көрермендер бірнеше рет көрсек те жалықпаймыз дейді. Актерлар өз рөлдерін өте жақсы ойнап шықты. Бұл спектакльді бірнеше рет көрсем де бүгінгі ерекше маған ұнады. «Қыз жібек» операсы өзіме жалпы қатты ұнады, көңілінен шықты. Айта кету керек, өткен маусым театр ұжымы үшін табысқа толы болыпты. Қостанай қаласында өткен республикалық фестивальде театр жүлдемен оралды. Қостанайда өткен республикалық фестивальде Бекежан рөлімен Біржан Жаласбаев ең үздік ер бейнесін жеңіп алды. Осында біздің өзімізде театр күні қарсаңында өтетін фестивальда ең үздік ел бейнесін осы «Қыз жібек» рөлімен Самал Ташимова алды. Сондай жетістіктеріміз бар. Келесі маусымда театр ұжымы көрермендерін жаңа туындылармен қуантпақ. Ол Мағжан Жұмабаевтың 120 жылдығына орай Дулат Исабеков арнайы тапсырыспен жазған «Өтпесе Мағжан бола ма» атты қойылым ұсынбақ. Сонымен қатар 21 маусым күні Қожаберген жыраудың 350 жылдығына арналған Сәкен Жүнісовтың «Елім ай» пьесасын дайындап жатыр. Біржан Қошбаев, Анатолий Беланок, муниципалдық телеарна.